Есіңде болсын, егер ер адам шынымен қаласа, ол әрекет етеді. Егер ер адамның саған деген сезімі шынайы болса, оны болжап отырмайсың, оны анық көресің. Ол бүгін пайда болып, ертең жоғалып кетіп ойнамайды. Немесе сені басқа біреумен салыстырып отырмайды. Бір апта жоғалып кетіп, кейін қайтып келмейді. Ол сені шын жақсы көрсе, оған ештеңе, ауа райы, жағдай, ата-анасы ештеңе кедергі келтіре алмайды. Ол саған хабарласуға уақыт табады. Ол саған нақты айтады. Сені екі ойлы қылып, күмәнда қалдырмайды. Егер ол сені басқа біреумен салыстырып, таңдап жүрсе, саған деген ой салмақты емес. Бұл махаббат емес. Махаббат азап шектіру үшін берілмеген. Шын сүйетін ер адам сені әдейі қиналтып қоймайды. Ол сені белгісіздік ішінде қалдырып, біздің арамызда не бар деп ойлануға мәжбүрлемейді. Бірақ нәрсені түсіну керек. Анықтық жоқ жерде ниет жоқ. Ниет жоқ жерде махаббат жоқ. Бірақ араларыңда анықтық жоқ болса да, сен әлі байланып жүрсің. Түнгі хабарламаларды күтесің, бүгін келетін шығар деп күтесің, түзелетін шығар деп күтесің. Миың аз ғана назарды махаббат деп қабылдайды. Шын мәнінде бұл қорқыныш. Жақсырақ адам кездеспей қалады деген қорқыныш. Жалғыз қаламын деген қорқыныш. Тұрмысқа шықпай қаламын деген қорқыныш. Тіпті одан да тереңірек барсақ, өзіңді жеткілікті бағаламау. Сенің деңгейің әлде қайда биік. Шын мәнінде махаббат деген сені үнемі алаңдаушылықта ұстамау керек. Махаббат дегеніміз сенің қандай болсаң да бағаланатын жерің. Сені қадірлейтін, құрметтейтін, жақсы көретін адаммен бірге болу. Шын сүйетін адам сенің қасыңда болу үшін барын салады.